Достор, мына поддонның кішкене керегін өлшеп кесіп аламыз. Және мына мүйізделден вишилка істейміз. Бүгінгі тақырып вишилка істеу. Осыны кесіп жақсылап, қырып, тазалап, наждакпен үшкіркілеп, сыртынан кейін лактеп әдемілеп полировка беріп қоямыз. Мынау бағанағы біздің кесілген ағашымыз. Мына кішкене мына жерде бұрын шеге тұрған, мынау поддон ағашы болған. Екі шеге қағылған екен. Сол шегенің орнын мынандай ағаштың қалдығымен, болмаса ағаштың аралап кішкене опилкасын алып, ішіне суперклей тығып, клейлеп, жақсылап, бітеп, білдіртпей жібереміз. Осылай жақсылап нығыздаймыз. Сосын күйдіріп аламыз. Менде не болмады, паяни газбен күйдіріп алдым. Бетіне мына жоқтан бар деп мынандай сурет салмақшы болған ем. Өзіме ұнамады бұл сурет. Ұнамаған екен, бұндай суретті алып тастап былайынан шығардым. Міне қазіргі көрінісі осы. Бұны енді жақсылап лақтейм. Одан кейін мына кішкене мына темірді балыққа барғанымызда тауып алғанбыз біз. Осы балықтан алып кеп керек болар деп жоқтан бар жасаймыз деп. Пайдасы тиді. Осыда мына вишилканың артына өлшеп әдемілеп ойып кесіп аламыз. Керегімізді овальный қып кесеміз, не болмаса төртбұрышты қып кесеміз. Мен мынандай қып кестім. Военный не ұқсап, севичка кулон ұқсап кестім. Шірігендерін жақсылап, қайрақпен егеп, тазалап, өлшеп кесіп аламыз. Артына үстіп қатырып аламыз. Почти вишилкамыз дайын. Мына артын краскілеп қойған мен. Үйде бар краскімен былай дуалға қағып қойғанмын. Бар болғаны осы. Егер ұнап жатса, лайк басып, комментар жазып кетіңдер. Егер білетін жерлеріңіз болса, маған жазыңыздар. Міне біздің бүгінгі вишилкамыз. Тіркеліп, лайк басып кетіңдер.